Сәлем достар, сіздермен Нұр Сезім. Бүгін сіздерге осындай ерекше әрі өте оңай жасалатын нағыз еріншектерге арналған хачапури дайындайтын боламыз. Барлық заттарды осылай алдын ала дайындап алдық. Алдымен жұмыртқаға тұзды және сүтті қосып, барлығын венчиктің көмегімен араластырамыз. Ешқандай да миксер қолданудың қажеті жоқ. Кейін осыған алдын ала үкіштен өткізіп алған сырды қосып араластырамыз. Сырды бұл жерде мен қаттылау сыр қолданған болатынмын. Сіздер қалауыңыз бойынша сулугуни не болмаса моцарелла қолдансаңыздар да өте дәмді шығады. Және соңында ұнды қосып, бір келкі масса болғанға дейін ешқандай комочек қалмайтындай етіп араластырып, қамырымызды дайындап аламыз. Егер ұн комочек болып қалады деп қорықсаңыздар, алдымен ұнды салып және соңында сырды салып, солай араластырсаңыздар болады. Табаны қыздырып, үстіне сұйық май жағып шығамыз. Кейін осының үстіне біздің дайын болған қамырымызды құйып, бір келкетіп жайып шығамыз. Орташа оттан сәл төмендеу отта қыздырып пісіріп алатын боламыз. Екі жағы қызарғанға дейін менде шамамен 15 минуттай уақытты алған болатын. Осылай асты жабысып қалмас үшін кішкентай лопаткалармен осылай шет жақтарын ашып қойсаңыздар болады. Және бір жағы піскеннен кейін екінші жағын аударып, дәл солай қызартып пісіріп аламыз. Екінші жағына ерте аударып қоймаңыздар, ол кезде біздің қамырымыз бірікпеген, яғни сұйық күйде болады да осылай сынып кетуі мүмкін. Сол үшін кішкене ұзақтау пісіріп, толығымен қызарғанша пісіріп алыңыздар. Піскеннен кейін үстіне сары май жағсаңыздар да болады, не болмаса дәл осы күйінде дастарханға ұсына беруге де болады. Өте дәмді шығады және бар болғаны 15-20 минутыңызды ғана алады. Рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын.